Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Бекжанова Бақтыгүл Өмірзаковна, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының номер 7 орта мектебінің өзін-өзі тану пәні мұғалімімін. Ендеше біздің өтетін бүгінгі сабағымыз 2 сыныптың 25 сабағы. Біз өсіп жатқан өлке. Біздің сабағымыздың құндылығы сүйіспеншілік, ал қасиеттері бәрін жақсы көру, достық, татулық. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға туған өлкесін жақсы көруді үйрету арқылы сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Сабағымыздың міндеттері оқушыларды айналасындағының бәрін жақсы көруге үйрету. Оқушылар бойындағы достық қасиеттерін дамыту. Оқушыларды татулыққа тәрбиелеу. Ендеше сабағымызды бастайық. Біздің бүгінгі сабағымызды 5Т ережесімен бастасақ деп едім. Өзін-өзі тану пәнінің ережесі 5Т. Тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Егер осы ережелерді сақтайтын болсақ, біздің сабағымыз ойдағыдай өтеді. Ендеше үйге тапсырманы тексеруден бастайық. Үйге тапсырмаға қарлығаш би мәтінін әңгімелеу болатын. Осы мәтін бойынша сіздерге сұрақтар қойғым келіп отыр. Бірінші сұрағымыз: Төле бидің елінен, жерінен көшпей отыруының себебі неде? Екінші сұрақ: отанға сүйіспеншілікті қалай білдіруге болады? Үшінші: Төле би ел жұртын жаудан қалай қорғап қалды? Төртінші сұрақ: Төле бидің қандай қасиеті жауды қалай шегіндірді? Бесінші сұрақ: елімізді, жерімізді қалай қорғап, көркейтуге болады деп ойлайсыңдар? Осы сұрақтарды маған жекеге жауабын айтып жібере қойыңдар. Келесі сабағымыздың жазбаша бөлімін бастайық. Дәптерімізге дәйек сөзді жазамыз. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі отанды сүю отбасынан басталады. Оқушылар бір рет қайталап дәптерімізге жазамыз. Осы дәйек сөзге байланысты сұрақ қойғым келіп отыр. Отан деген ұғым нені білдіреді? Дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер? Мұғалім сыйы отан жайлы өлең. Отанды біз атамекен деп аялап атаймыз. Өйткен оны мекен еткен бабамыз бен атамыз. Отанды жас кәрімізде туған жерден сүйеміз. Өйткен онда бәрімізде туып өмір сүреміз. Отан дәркім анасындай қастерлейді, қолдайды. Өйткен отан баласындай бізді асырап қорғайды. Өте жақсы, отан жайлы өлеңді тыңдадық. Енді осы өлең бойынша сұрақтарға жауап берейік. Отанды не үшін сүйеміз? Отанды неліктен қастерлейміз? Отан сөзін қалай түсінесіңдер? Сұрақтарға жауап беріп болсақ, ендеше шығармашылық жұмысымызды бастайық. Шығармашылық жұмыс дәптермен жұмыс. Дәптеріміздегі 58-ші беттегі бірінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, мақал мәтелдерді аяқтап жаз. Тиісті сөздер: анасы, күрес,
үлес 1-2. Ары қарай топпен ән айту, елімізді сүйеміз. Өлеңін жазған Дүнгенбай Ботбаев, сөзін жазған Қадыр Мырза Әли. Топпен ән айтып болсақ, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Үй тапсырмасын алайық. Үй тапсырмасына бізде осы келесі 26-шы сабақтағы 86-шы беттегі Бауыржан Момышұлының мәтінін оқып келу. Ендеше сабағымызды ары қарай тыныштық сәтімен аяқтасақ. Балалар, тыныс алуға зейін қоямыз. Баяу музыканы тыңдай отырып, аяқ қолыңызды айқастырмай, түзу отыруыңызды сұраймын. Біз қазір тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Тыныс алуға зейін қойған кезде біздің ақылымыз демалады. Ауаны ішке жұту кезінде тыныштық пен қуаныш қабылдаймыз. Демімізді сыртқа шығарғанда өзіміздегі мазасыздықтарды сыртқа шығарамыз. Кәне ендеше дайындалайық. Көзімізді жұмамыз, арқамызды тіктейміз, қолдарымызды тізеге қоюға болады. Тынысымызды тартамыз, тынысымызды шығарамыз. Тынысымызды тартамыз, тынысты шығарамыз. Осылайша 10 рет тыныс алып, тынысымызды шығарамыз. Бүгінге біздің сабағымыз аяқталды.